Өмірде болған оқиға желісі мен құпия сыр бақыты. 1 бөлім. Адам пенде болған соң күнә жасауға әуес пе? Әлде әйел о бастан күнәһар ма? Мен өмірге 1941 жылы келіппін. Әкем сол жылы соғысқа кетіп оралмады. Анам сол замандағы көптеген жесірлердің бірі болып, 2 ұл, 2 қызын өсіріп жеткізді. Анам ісмер, пысық әйел болғандықтан бізді де өзі білген шаруаларына үйретіп, еңбекке баулыды. 4 баласында білімге қызықтырып, оқығанымызды талап етті. Мен сол заманда 1959 жылы техникумда оқып, сатушы мамандығын игергенмін. Алматыда керемет гастрономда жұмыс жасап, 25 жасқа дейін тұрмысқа шықпай жүріп қалдым. Мен сонда сұлу болмадым. Менімен танысып, араласқан жігіттер қасымда құрбыма үйленіп талай жыладым. Ақыры жігіттерге көңіл бөлмейтін болдым. Еңбекті адал әрі мұқият орындағанымның арқасында мансабым көтеріліп, білдей бөлімнің меңгерушісі болдым. Үлкен бастығымыздың аяқ астынан әйелі қайтыс болып, 1 қызымен қалды. Ұжымдағы бойда қыздар бастыққа қырыңдап, тұрмысқа шығуға үміттеніп жүрді. Менде ондай да үміт болмады. Арада 2 жыл өтіп, бастығым топырлаған қыздарға көңіл бөлмей, өз қайғысымен өзі жүрді. Естуімше, қызы науқас, күтім керек. Жиі емханаларға барады екен. Мен 27-ге толып, кәрі қыз атанып тұрмыс құрудан мүлдем күдерімді үзгенде болатынмын. Адам ағзасы өзіне керегін өз уақытында қалайды екен ғой. Қалағанын бермесең ауыртып, мазаңды алады екен. Мен де денсаулығым дұрыс болмай дәрігерге қаралуға барсам, айналайын-ау, сені әйел қылып жаратқан соң бала сүюің керек. Бұлай жүре берсең ағзаң ауырады. Қазіргі дертіңнің емі тұрмысқа шығу. Алматы заманауи қала. Қазіргі уақытта өз денсаулығы үшін көңілдес тауып, өмір сүріп жатқандар жетерлік. Қысқасы, өзгеріс қажет деп шығарып салды. Мен емхана бұрышында өмірге өкпелеп, жылап отырсам, бастығым қасыма келді. Талжан Қуаныш қызы, сізге не болды деді. Мен бастығымды көріп одан ары жыладым. Талжан, айтыңызшы, сізге не болды? Мен көмектесе аламын ба деді қасыма отырып. Мен бастығыма қарап отырып, маған дәрігер тұрмысқа шық, бала сүй, сонда ауырмайсың деді. Мен кімді табамын, кімге жабысамын? Сіз маған үйленер ме едіңіз деп еш қысылмай айттым да бетімді басып жылай бердім. Біраз үнсіздіктен соң бастығым, мен сізді аламын, сіз қызыма ана бола аласыз ба демесі бар ма? Жылағаным бірден басылып бастығыма ойлана қарадым. Бастығым өте сымбатты еркек. Онымен қатар мықты меңгеруші, беделді азамат. Мен естіп отырғаныма сенбей үндемей қалдым. Бастығым да ойлы көзбен қадала қарап, Талжан Қуаныш қызы, сіз менің ұсынысымды қабыл аласыз ба деді. Таң қалсам да басымды изедім. Артық сөз айтылмай ертесі неке қиюға арыз жаздық. Бастығымның есімі Құрметжан еді. Араға 2 ай салып біз үйлендік. Ұжымдағы қыздар таң қалды. Құрметжан ол кезде 35 жаста болатын. Құрметжанның қызы 5 жаста еді. Есімі Данагүл. Қыз 1 күннен ақ мені жақын тартып, біз тез бауыр бастық. Сүп-сүйкімді Данагүл тәп-тәтті, мен жақсы көріп кеттім. 3 ай өтпей менің де аяғым ауырлады. Құрметжан ұл күтіп, мені аялаумен болды. Өкінішке орай мен өмірге қыз әкелдім. Құрметжан біраз ренжігендей болғанымен Данагүлдің қуанғанын көріп тез басылды. Данама сырлас болатын болды. Келесі нәресте ұл болса деп аймалап сүйіп қояды.
Мен қызымды қиналып босанған соң келесі бала көтергенге асықпадым. Қорықтым. Жасым ұлғайып босанғаным өте ауыр болған. Енді тумаймын деп те шешкен едім. Бірақ араға 10 ай өтпей мен тағы да жүкті болдым. Құрметжаннан бұрын мен ұл күттім. Тағы да өмірге қыз келді. 3-ші қызға Құрметжан қуана қоймады. Қарым-қатынасымыз өзгермегенмен Құрметжанның ұл аңсап жүргенін сезіп те жүрмін. 5 жылдай үйде қыздармен отырып, сосын жұмысыма шықтым. Байқасам, жас қыздар Құрметжанды айналшақтап жүр. Арманы ұл сүю. Құрметжан да кетәрі емес екенін сезем. Ақыры бір бой жеткеннің жүкті екенін де естідім. Ішім күйіп, түнді таңға қосып жылаумен болдым. Жанжал шығармай ақырын тостым. Құрметжан да жымын білдірмей, өмірге келер баланың кім екенін тосып жүргенін де сездім. Ол заманда қазіргідей УЗИ жоқ, нәресте өмірге келгенде ғана жынысы анықталатын. Бір күні көңілдестің қыз туғаны құлағыма жетті. Құрметжан жымын білдірмей келіншекті де қызды да жоқ қылды. Мен оларды қайда жібердің деп сұрамадым. Өлтіріп тастамағаны айдан анық. Араға жыл салып, ол келіншектің басқа еркекпен қол ұстасып, нәрестені көтеріп кетіп бара жатқанын көрдім. Анықтасам, келіншек біздің дүкенде жұмыс жасаған жігітке қосылған екен. Келіншек те ақымақ емес екен. Құрметжанға жағдайын жасатқызып алыпты. Алматының қақ ортасынан пәтер алғызып, ішін жиһазға толтырып, жинақ қорына қомақты ақшада салғызыпты. Сол жағдайдан соң Құрметжан біраз уақыт ол деп келіншектермен көңіл көтеруді тоқтатқандай болды. Қалтасы қағылып, былығы шығып қала жаздап, әрең орнында қалды. Ол заманда отбасын бұзушыларға қатал жаза қолданып, жұмыс орнынан алып тастайтын. Құрметжан жан таласып келіншектің аузын жауып, сөз шығармапты. Арада 10 жыл өте шықты. Мен 40-қа да шыққан едім. Құрметжан 50-ге таяп қалған. Ұрпақ туралы ашық айтпасақ та, ол перзент сүюді арман қылып, ұл туып берсең менен бақытты жан болмас еді деп айтатын. Мен қартайдым. Енді қайдағы ұл саған деп айта алмадым. Аллаға жалбарынып, ұл сыйлауын тілеп жататынмын. Аяғым ауырлағаннан менің де мазам кетті. Құрметжанның да мазасы кетті. Ол уақытта менің беделім асқақтап, талай адам танитын әйел дәрігерлері құрақ ұшатын. Себебі бүкіл импорт менің қолымда еді. Босануға уақытым жақындағанда мен босандырар дәрігеріме арнайы бардым. Құр қол емес, қымбат бағалы киімдерім де бар. Жеке бөлмеде отырып дәрігермен ашық сөйлестім. Әлия Серік қызы, менің сізге бұйымтайым бар еді дедім. Әлия ойлы көзбен қарап отырып, айтыңыз деді. Әлияш, сенің қолыңнан бәрі келеді, сен маған көмектес, мен аянып қалмаймын дедім қолынан ұстап. Нақты айтсаңыз, маған ол керек. Талжан Қуанышқызы, ұлды мен қайдан аламын деді көзі бақырайып. Мен тез құлағымдағы алтын сырғамды шештім де, қолымдағы алтын сақинаны суырып алдым да Әлияның алақанына салып. Сіз амалын табасыз. Мен сенемін, маған ұл ауадай қажет. Жасым болса келді, енді тағы ұл туам деп келгім келмейді. Шаршадым дедім. Күйеуімде ұлдың ұрығы жоқ. Ол оны түсінбейді. Әлия Серік қызы, мені түсініңізші. Бір амалын тауып маған ұл деп сөзімді аяқтамай жылап жібердім. Әлия біраз ойланып отырды да, сіз ауруханаға ертерек жатуыңыз керек. Сосын мүмкін ұл туып қаларсыз деп көзін қысты. Мен мәз болып қуанып кеттім. Үйімде 4 күн болып, сосын дереу ауруханаға ауырып түстім. Ауруым өтірік еді. Мен ішімдегі қыз екенін сезіп жүрдім.
Ауруханада 1 апта жаттым. Ұл қалай пайда болады деп ойлап та жүрмін. Бір кеште Әлия күлімдеп бөлмеме кірді де: Талжан Қуанышқызы, сіздің қасыңызға келетін әйел мен білсем ұл туады. Іші үшкірленіп тұр. Қасыңызда жатсын, оның толғағы басталғанда сізге де толғақ шақырар екпе саламыз. Қатар босанасыздар, арғы жағын мен шешемін деді. Қорықсам да мен басымды изедім. Әдемі жас келіншек білінер-білінбес үшкірленіп келген ішімен қасыма келіп орналасты. Мен қарап жатып, мына әйел бүгін ертең босана қоймас деп ойлап қоямын. Өзімнен өзім уайымға салындым. Қалай болады? Не болады? Уақытынан ерте шақырған толғақ қалай болады? Жаным қаламы? Мына әйелде қыз туса мен не істеймін? Бала ауыстыру деген ойым дұрыс па, бұрыс па деп жылап таламын. Қасымдағы әйелге қарамауға тырысамын. Әйелге қарасам ойымды оқып қоятындай. 2 күн бір бөлмеде жатсақ та мен ол келіншекпен танысып тіл қатпадым. Келіншекте бірінші нәресте екен. Жас әйел аздап уайымдағанымен ана болатынына қуанып, нәрестесін асыға күтуде. Терезеден келушілермен сөйлесіп ары-бері жүреді. Ол заманда топырлап келушілер ауруханаға кірмейтін. Босанғалы жатқан бөтен әйелдің айқайлаған дауысын естісе, бейшара жас әйел қорқып кетеді. Осы жөнсіз бақырып, күштерін неге кетіреді екен? Күшті ішке салып айқайламай туса, бала да аман, өзде аман болатын білмейді. Айтып жатсаң естімейді, тыңдамайды деп Әлия Серік қызы келіншекті тексеріп айтып отыр. Сонда Әлия апай, айқайламай босану керек пе деп келіншек сұраулы көзбен қарайды. Иә алтыным, босқа шыңғыра бермей аз тістеніп, болмаса бір қатты затты тістеп босансаң сол дұрыс дейді Әлия келіншектің ішін сипалап. Мен тыңдап жатып бұл сөзге таң қалдым. Босанар кезде жаның көзіңе көрінгенде қалай айқайламауға болады деп ойлап қоямын. Мысалы, мына орамалды қатты етіп бүкте де соны тісте. Дәрігердің айтқанын тыңда. Болды. Аман-сау босанасың, рас қой айтыңызшы. Сіз 3-ші баланы босанғалы жатсыз. Қызға айтып қойсаңызшы деп Әлия маған қарап, көзін қысты. Мен сасқалақтап, Иә, күшті босқа кетірмеу керек дедім. Талжан Қуанышқызы, сіз жас келіншекке ақыл кеңес көп айтыңыз. Қанша дегенмен сіз анасыз, бәрін білесіз деп маған да жақындап ішімді сипаған болып сыбырлай, тіліңді алғыз, айтқаныңа көндір деді де, жастар дәрігерлерді тыңдай бермейді. Бақырма десең бақырып тамақтарын жыртып, одан қалса басқа жерлерінде жыртады деп келіншекке қарап қабағын көтеріп шығып кетті. Содан кейін жас келіншек мені сұрақтың астына алды. Әйел ағзасына байланысты түрлі жағдайларды әңгіме қылдық. Босану қиын болғанмен сондық жан алатын нәрсе емес екенін түсіндірдім. Сабырлы болуын, төзімді болуын айтып өзіме тарттым. Апай, сіз маған көмектесесіз ғой, иә, мен аздап қорқамын дейді жас келіншек. Әрине, мен қасыңдамын ғой. Айтқанымды істесең бәрі жақсы болады. Дәрігерлер оған күн сайын әйелдерді босандырып жатқан соң сенің ауырып тұрғаныңа мән бермейді. Олар бала шығатын кезде ғана көмектеседі. Ал ащы толғақты сен шыдап көтеруің керек деп қоямын. Бейшара келіншек менің айтқаныма көніп маған қатты сенді. Араға апта салып келіншектің толғағы түске жақын басталды. Іші ауыра бастағанда есі шығып алдымен дәрігер шақырып айтты. Перзентхана дәрігерлері шынымен де салқынғанды болады ғой. Кезектегі акушер келіп бақылады да, бұл толғақ осылай басталады, шыда деп шығып кетті. Мен келіншекті шыр айналып қолдау берудемін. Толғағы жиілей бастады. Келіншектің толғағы басталғанда Әлия ауруханада болмады. Менің мазам кетіп, оның үйіне телефон соқтым. Ол үйінде де болмай шықты.